жаздың күні көріп отыратындай видео түсіріп қояйыншы дедім. Осыдан 4 күн бұрын қар жауған. Енді сондай әдемі жауды, бірақ түсіріп үлгермедім. Түсіретінде ойда болмапты. Мына артымда балалары мен әкелері ойын алаңында ойнап жүр. Бүгін жексенбі демалыс. Соны пайдаланып, Алматыда тұратын туған туысқандарымызды үйге қонақ болып шақырып жіберейік дедік. Сағат 11-ден асты, біраздан кейін сағат 2-де келеді, Құдай қаласа. Оған дейін сол дүкен аралап керекті не алам дедім өзі. Жеміс жидектер алам дедім, соған шыққан. Пирог алу керек. Одан кейін Роза әпке бар, Сәуле әпке, Гүлжан, Еркін ағам, Мөлдір жеңгем келеді, Мәдина қарындасым келеді. Мәдина қарындасым күйеу баламен келеді. Мико бала шағасымен келеді. Саян жиенді шақырғам, келін екеуін. Осылар. Қар деген әнеугүн шамамен 20 сантиметрді жауған. Мен машинам от алып тұр, қызып. Бірақ 4 күннен бері еріп кетті. Сонда күшті көрініс болып тұр. Алатау деген жақын ана жерде. Ал бұл Шұғыла деген мөлтек аудан. Наурызбай ауданының ішіндегі Шұғыла деген мөлтек аудан. Күн бүгін сондай әдем болып тұр. Таңнан бері далаға шықпаған екен. Қазір әдем болып тұр. Көлеңке жері салқын болғанымен күнге шықсаң сондай бір энергия аласың. Жігіп күшті болып тұр. Бас киім шешіп тастасаң да жаурамайсың негізі. Шұғыла мөлтек аудан тұрғындар бұл жерде сүт өнімдерін сатып тұр. Жалпы осы тағы не айтып түсіндірсем екен. Жайбырақат заман, шүкір Аллаға. Айтпақшы, Калифорния штаты Голливуд ауданында өрт болып жатыр. Оны жаңалықтар қазір бәрі бір-бірімен жарыса, телеарналар жаңалық деп жариялап жатыр жаһанға. Мен де оны қалыспай көріп отырмын күніге. Одан бөлек Украина мен Ресейдің арасында қақты соғыс қанша жыл болды? 1000 күннен асты. Осы жақында бұдан 1,5 ай бұрын ба 1000 күн болып еді. 3 жылға жуықтап бара жатыр. Жақында 3 жыл болады екен. Одан бөлек Алматыда қандай жаңалық болып жатыр? Сіздерге айтып қояйын. Алматыда сол бұрынғыша қара түтін, анау таудың етегіне шықсаң, таудың біраз деңгейіне шығатын болсаң, Алматы бір теңіз ұқсап тұр. Ластанған теңіз ұқсап, себебі үстінен қарасаң қап-қара түтін болып тұрады. Енді бұлайынан ішінде жүрсең білінбейді. Жұта бересің оны. Организм үйреніп кетеді екен. Шымкентте қандай жаңалық болып жатыр? Шымкентте де қар бар. Жаңалық айта алмайды екен. Қой, мәшінем қызды кеттік деп жатыр. Жүрейін орда. Айтпақшы, мыналар жаңадан тіктіргем. Тап-таза болып, жап-жаңа болып тұр. Алдын
сосын мына артын, одан кейін мынандай тойлық алған. Машинаның мазасы болмай жүр бірнеше күннен бері. Свечалар дұрыс істемей жатыр. Мотордың ішінен біраз ақаулар бар, соларды жөндету керек еді. Не айтсам екен, осы камераны қосқан кезде айтам деп жүрген мәселелердің бәрі естен шығып кете салады. Не айтам деп жүрген емей? Айтпақшы, мен достармен бірге кино сценарий жазуға кірістік. Қазір бір кәрістің сериалын көргенбіз осы бірнеше күн бұрын. Соған ұқсастырып, лудомания, ойынға құмар адамдарға былай болады деп соларға бір қарсы тақырыпта кино сценарий немесе сериалға арнап шығарсақ та болады. Соны жалпы киноға арнап сериал сценарийін жазып жатырмыз. Қазір синопсисін дайындап қойдық. Ішіндегі персонаждардың есімдері, логлайн, синопсис, жалпы мақсаты туралы жазып тастадық. Одан бөлек роликтер шығып жатыр, оларды түсіреміз. Одан бөлек түркиялық инвесторларға жіберсек деп тағы бір сценарий дайын ол. То есть сценарий ретінде емес, әдеби жазылған, оны енді кино сценарий қылып кейін өзгерту керек. Соған синопсис жазу керек, әрі актерлар, түсірілетін жерлер бәрін дайындап Түркияға жіберу керек. Олар окей десе, тамамдыр, бекен, гәл, чекелім десе, онда бірден кірісіп, құжаттарға кірісу керек. Олардан ақша алып, киноны бастап кетуіміз керек. Ол Қазақстанда ғана емес, арнайы сол Түркияда түсіріледі, және Түркияның рыногына шықса деген ойымыз бар. Сондай үлкен мақсатымыз бар, ойымыз бар. Соған Құдай қаласа мен табандап келе жатырмыз. Бірінші денсаулық болсын, екіншіден идеяларымыз таусылмасын. Алланың арқасында, әйтеуір дұғаның арқасында сондай бір жетістіктерге табандап келе жатырмыз, жетеміз деп. Әрекет бізден, берекет Алладан. Солай, достарым, туған туысқандарым, бауырларым, мінекей осындай видео жазып жатырмын. Мен көптен бері ойлап жүргем, жалпы осылай бір қарапайым тілде күнделікті өзімнің мінез құлқым қалай, соған байланысты бір видеолар түсірейін дегем. Жай ғана видеолар. Мүмкін мен жайлы кейін көрсеңіздер, бекен осындай болған екен, бекен осылай жай сөйлеген екен, қандай тірліктер айналысып жатыр, соның бәрін менен осы айтуым бойынша хабардар болсаңыз. Және алға қойған мақсаттарым, күнделікті тұрмыс тіршілік жайында мен таныстыратын видеолар осы түсірем деп жүрген едім. Осыны бүгін бастасам деп тұрмын. Осы видео алғашқы видео. Бұдан кейін енді күнделікті 3 минут болсын, 1 минут болсын, 10-15 минут болсын, кейде көңіл күйге байланысты ары қарай сөйлей бересің, идея келе береді, немесе есіңе түскен жаңа оқиғалар жайлы айтып бересің деген сияқты. Сол видеоның да
хроно соған байланысты созылып отырады немесе кеміп отырады. Ал мен онда бүгінгі туысқандарыма деген дастарханға алатын заттарға кеттім. Қазір мандарин, банан, алма, жүзім деген сияқты заттар алу керек. Одан бөлек құлпынай деген пекарня бар, сол жерден барып пирог алып кетуім керек, сам салуым керек. Үйде келіншегім екеуміз ғана дастархан дайындап жатырмыз. Сол, ал жақсы. Келесі кездескенше, келесі көріскенше. Сау болыңыздар. 10 минут өтіп кетіпті.